Қыркүйектің 16-сынан бастап Солтүстік Қазақстан облысының аумағында жергілікті полиция қызметімен түнгі қаладағы балалар жедел алдын алу іс-шарасы өткізілуде. Іс-шараның мақсаты жасөспірімдер арасында жасалатын қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу. Түнгі қаладағы балалар іс-шарасына күн сайын 400-ден астам полиция қызметкері тартылады. Олардан бөлек рейдтерге білім беру, денсаулық сақтау салаларының, прокуратура, Нұр Отан партиясы мен ата-аналар комитетінің өкілдері қатысады. Жасөспірімдер арасында жасалатын қылмыстарды болдырмау, оларға темекі және алкогольдік бұйымдардың сатылуына жол бермеу фактілерін анықтау тәртіп сақшыларының басты назарында. Облыс орталығында тек аздаған уақыттың ішінде қалалық ішкі істер басқармасы қызметкерлері үлкендердің еріп жүруінсіз серуендеп жүрген кәмелетке толмаған бірнеше жасөспірімді ұстады. Кәмелетке толмаған жасөспірімдерді анықтау мақсатында қаладағы көңіл көтеру орындары, түнгі клубтар, кальян ұсынатын және бильярд ойнау орындары тексерілді. Іс-шара барысында түнгі уақытта үлкендердің еріп жүруінсіз үй-жайдан тыс жүрген 5 жасөспірім анықталды. Түнгі сағат 23:00-ден соң Абай мен Астана көшелерінің қиылысында қаладағы колледждердің бірінде білім алып жүрген 17 жастағы оқушы ұсталды. Ол өзінің түнделетіп жүргені жөнінде айтып түсіндіре алмады. Нәтижесінде полицейлер жігіттің өзімен және оның ата-анасымен профилактикалық әңгімелесу жүргізді. Ол осыған дейін әкімшілік жауапкершілікке тартылмағандықтан оған ескерту берілді. Осындай заң бұзушылық қайталанып жасалған жағдайда ата-анасына айыппұл салынатын болады. Вы знали или не знали что-то? Еще раз вопрос такой. То, что нельзя посадиться? Да. Да, знал. Конечно, знал. Еще раз повторите такое? Нет, следующего раза не будет. Облыс бойынша түнгі қаладағы балалар акциясының басынан бері түнгі уақытта ересектерсіз серуендеп жүрген 115 жасөспірім анықталды. 47 жасөспірім мен аз қамтылған 46 отбасы есепке қойылды.